Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін біз Астана қаласындамыз. Осы Астана қаласында съемка жүргізбекпіз. Өте керемет, көңіл-күй. Актерлардың барлығы керемет ойнауда. Құрметті көрермендер, осының бәрін сіздер үшін түсіріп жатырмын. Кино қалай түсірілетінін сол себепті каналға жазылып, осы каналдың дамуына атсалысайық. Міне біздің актерлар, режиссеріміз Қарпай телефонда түсіріп жатырмыз. Келдім бе? Келдім. Ал сен жай келдің бе? Келдім. Ал сен... Сен бүйтесің, жоқ, қарап тұрсың да. Кішкене ше, жан-жақ қарап ше, ешкім жоқ па типа. Ал сен ше әкелдің ба деген сияқты. Өзің давай. Екі өшкен. Мен де әкелдім. Азамат ағайлардың каналына сәлем деп қойыңдар. Азамат ағайларыңа подписаться етіңдер деп айтайық, кән? Азамат ағайға подписаться етіңдер. Шапалақ. Міне бізде съемка болатын коттедж. Осы коттеджде вот съемка. Трехэтажный. Ауласы бізде. Бізде кішігірім дайындық болып жатыр. Үш, раз, два, три. Дұрыста ойнамайсыңдар ма? Не анау деп аяқтан айқайлайды да кім режиссер ше, оны бөлек түсіріп аламыз. Сөйтіп осы моментте қара, сен движение мынандай болады. Мынау ұстап тұрсың ғой. Бәрін орындарында тұрыңдар ма? Тұрдың ғой, осылайынан қоясыңдар. Деп былай светті өшіресің ма? Өшіріп атқандай қой, бірақ бойын жетпейді. Қалай түсіруге бола ма? Түсіру. Я бүйтіп түсіресің да қазір, ол көрсетеміз ма? Түсіріп ше. Или бүйтіп өшіре алмайды қандай өшіріп ше әйтеуір ше. Онда қиналып ше. Сен бүйтесің. Не болды ғой? Қайда ол? Пияз нешады? Түсіне кетсі ғой. Шықты кетшірім. Мен оны сезіп тұрмын. Тезірек, мына жерге ақша салыңда. Тез! Барбермен, Динаның тойынан. Тез сал! Чечеме атпа. Сал! Ой, бүкіл ақшаңды. Мен ақша салмадым. Сал! Постой! Сразу андай болшы, қасай. Мана арық дедім ғой. Енді сразу такой. Өзгеріп кетесің, а? Қалмайсың ба, не өтінген дем ол? Деп қойып. Кейін алып аласың да. Деп сразу өзгеріп кетесің, жын ба? Ақын жас болсын, сразу өзгеріп кетесің. Давай. Сен ақша салмадың, сал. Ей! Не типа, давай! Сен не ақша? Әйді, бана кемпірлер өтті. Сен салмадың ақшам. Постой! Сен ұялмай, қызармай, жүрек тербиесі алып тұрсың ба? Менде бар ақша болса. Мен салсам болады, ақылы Париж! Лондон! Москва. Астана! Ой, Нұрсұлтан! Даусын шығарып ойнады. Кеттік артқа. Громко говорите! Біз кеттік онда. Ол точно кетті ба? Так, міне бізде съемка барысында тамақсыздар, база жоқ. Осында біздің жеке повар жалдабасыңдар. Бізге өзі кеп істеп берейін деді, братан. Гүлжамал. Болашақ келін. Осы үйге ақ қолаңыз ау. Сен не? Біз коттеджге ма? Режиссердан көрші, тамақ жақсы дейтін сияқты, сен турағаны қарағанда. Зырды таусағын кешірсе де. Жоқ, пияз өткір болса. Пияз өткір болса ма? Пияз өткір болса, Гүлжамал қатты турайды екен. Ал сізде не өткір болса қатты турайсыз?
Маған ба? Ақыл өткір болса қатты тұрады ма? Ақыл өткір болса ма? Міне біреулер пияз өткір болса, біреулер ақыл өткір болса. Так, бізде не тамақ бүгін? Картошка және картошка. Картошка және картошка екен. Так, мына жақта закуп дей ма? Баяғы қашып көйлеп Зал сияқты. Сәлеметсіздер, Кристалин Мейрамға подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Че бұл Азаброға. Азаброға бұл. Азабро деген кісіге подписаться етіп кетіңіздер. Күшті кісі рас айтам. Рекомендую, внимание, видишь? Рекомендую. Біздің тәтеміз пысық қой. Иә, біздің тәтеміз пысық. Тәте ма? Әпше ма? Ағамыз. Мына қараңдар. Алматыдансың ба? Біз мына жақта тамақты бітейін деп жатқан кезде келіп сен не дедің? Көмектесейін ба дедім да? Басында не демейсің? Мен ол кезде Съемкада Деген жоқсың ба? Енді көмектесесің ба? Иә. Бірақ мен басқалары келмей тұр ғой, мен жерде істеймін. Сен мен қойдың бәрін тұрып ұстаған ғой десең. Бұл негізі нет бар. Ойбай, ет мені кірмесін. Қойып тасташы. Осында масы. Бауырдау керек деймін ба? Так, өзім сұрып қояқ. Ол общем Астанада біз 2 съемка болып жатыр. Бірі ана Гүлжамалдың режиссердікі. Міне, мына кісінікі, Ал тәтенікі. екіншісі ол Естан ағаның көзінен білетіндей. Біз съемка ертең, біз бүгін бітірдік. Енді бізде бүгін демалыс. Бәрі жақсы. Күшті. Күшті. Қазір тамақты күтіп отыр. Міне тамақ пісіріп жатыр мына кісілер. Тамақ піссін сразу да. Қарны ашып кетті. О, біз неше дештік десе бағана. Жаңа килка жеп алдық, килка. Тығылып отырып балдардан. Иә, стақта. Сізге жаңа біреу звондады. Сосын сен бастан. Сей кола секен. Давайте түсірем. Мына кісі кола ішіп жатыр. Фокспан манчысы. Вот. Бол. Давайте, всем пока. Давайте. Еще маған тоже подписаться етіп салыңдар. Менің аккаунтым. Сағынасың. Все, давайте. Жду вас. Целую, дочка. Бізде түнгі сағат 1 болды. Съемкамызды жалғастырудамыз. Құдай қаласа таңғы сағат 5 немесе 6-ға дейін түсіруіміз мүмкін. Актерларымыз шаршамай, тек қана позитивныйлар. Всем привет, дорогие люди. Привет. Короче, осыға подписка жасаңыздар и көп комментарий қалдырыңыздар и лайк басыңыздар. Все бітті. Ага, давайте. Точка Кудайберген 17-ге подписаться етіліңіздер. Ол Instagram парақшам мен негізі. Всем привет, қалайсыңдар? Супер комедия шыға салысымен көріңдерші, пожалуйста. Мен сіздің Түнгі 1 болған 1 жарым болды ма? Миллионға. бір айда сат, бескеден түсіреміз. Так что Так что ешкім шаршамайды, иә? лайк басып тіркеледі деген ой. Барлығы сіздер үшін құрметті көрермендер. Біз вообще шаршамаймыз. Біздің ағайымызға рахмет, Ерсұлтан ағайға. Өте күшті ағай, вообще ұстап. Я вообще күшті. Түнгі 1:30 ғой, мен ашып қалды. Бірден түсіріп, иә. 6-ға дейін түсіреміз әлі. Ұқтамаймыз. Әр съемочный процессті есте сақтау керек, қызықты өткізу керек, сол үшін. Айтпақшы да Аза Бро каналына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Азамат ағай сіздер үшін тырысуда. Достар, егерде зомби кент съемкасы қалай болып жатқанын көрулеріңіз келсе, мен оны түсіріп салатын боламын. Оның режиссері Барыс Амантай, өте керемет режиссер. Гример сойтам. Гример. Аны өз қолымен істеген. Дәл өз қолымен істеді осы. Өте керемет. Егер осының түсірілім барысы қалай болғанын көрулеріңіз келсе, айта кетіңіздер, комментария жаза кетіңіздер. Ал режиссер мырза, не айтасыз? Күтіңіздер, жуырда аз ғана қалды. Бірінші, екінші бөлім шығады жақында. Өте керемет проект қойылып тұр. Қанша бөлім тұратын айтпай ақ қойын, бірақ
жақсы актерлар, актрисалар ойнайтын болады фильмде. Күшті? Бұл бізде актермыз. Не айтасың? Так, съемка өте қиын болды. Қаншалықты танымал кино болатынына сенімдіміз барлығымыз. Ауыр болды. Қанат бізде Сағат киносында Сирустың рөлін ойнайды. Кино күтіңіздер. Мен басым оқытып кетті. 18-не оқытып кетті ма? Бармаңыздар тез болып қалды. Базар жоқ. Короче, кино өте қызық болып отыр. Күтіңіздер міндетті түрде көріңіздер. Кәдімгі шын автор тұр ғой, мен баға жетті. Қарулардың бәрі шынайы, бірақ барлығын сатып алдық, өте қымбат бағада. Барынша жақсы қолдап, лайк басып, комментарий жазып отырасыздар кейін киноларға. Сол рахмет.